Бүгін мен сіздерге жасы 50-ге таяса да, 18 жастағы қыз секілді көрінетін Тайвань қызы Лу Рухсу жайлы және оның жас көріну үшін өзіне қандай күтім жасайтындығы жайлы айтатын боламын. Лу 1975 жылы дүниеге келді. Қазір оның жасы 47-де, бірақ сырт келбетіне қарап, ешкім оны 47 жаста деп айтпайды. Лурдың әпкесі оның суреттерін Инстаграмға салғаннан бастап, ол бір сәтте жұлдыз болып шыға келді. Адамдардың көбісі оның жас көріну құпиясын білгісі келді. Қазіргі таңда Лурдың инста парақшасына 1 миллионға жуық адам тіркелген және оны желідегі ең ыстық әже деп атайды. Адамдардың жасы ұлғайғанда терісі жиі қорғап кететіндіктен Лур ондайды болдыртпау үшін ылғалдандыратын крем жағады. Сондай-ақ аптап ыстықта күн астында көп жүрмеуге тырысады, себебі күн сәулесі адам терісін құрғатып, қартайтып жіберетіні ғылыми түрде дәлелденген. Сонымен қатар Лур теріні іштей нәрлендіруге мән береді. Ол үшін ол С витамин мен пептид коллагенді қолданады. Жалпы көптеген Азия елдері коллагенді жиі ас мәзіріне қолданады, себебі бұл қартаю процесін айтарлықтай деңгейде тежейді. Сондай-ақ Лур күн сайын жатар кезде бетке арналған массаж жасайды. Көп адам бетін ұстамақ түгілі күніне бір рет жууға ерінеді. Егер бет массажы тұрақты түрде жасалатын болса, бұл беттегі қан айналымды жақсартып әжімнің түсуін алдын алады. Лурдың сөзінше бет массажы өте жайлы жасалу керек, сонда ғана бет оң нәтиже көреді. Лур адам су ішуге өте мұқият назар аудару керек. Егер адам ағзасында жеткілікті мөлшерде су болса, ерте қартаюды уайымдамай қойса да болады дейді. Өзі тек таза тұнық су ішеді, ешқандай газдалған су қолданбайды. Таңертең тұрғанда бір стакан қантсыз қара кофе ішеді. Лурдың сөзінше бұл оның терісін оятады. Ас мәзірінде ешқандай ашты тамақтарды қолданбайды, тек жеміс-жидектер, көкөністер мен жаңғақ жейді. Сондай-ақ тамақтарында белок мөлшері жеткілікті деңгейде болуын қадағалайды. Лур етті өте аз мөлшерде ғана жейді. Кейде адам ерік беріп өзіне ұнаған тамақтарды жеп қоюы мүмкін. Кейбір жиын тойларда Лур өзіне солай жол берсе, дереу ертесінде жаттығу залына барып, артық калорияларды жояды. Лур денені босап кетіп қартайтпау үшін жаттығу залына жиі барып тұрады. Бұл өз кезегінде артық салмақ қоспауына жағдай жасайды. Лур өзінің қолданатын тәсілдерін 40 жастан асып кеткен сіңлілеріне де үйреткен болатын. Нәтижесінде олар да өз жастарынан әлдеқайда жас көрінеді. Сонымен Лурдың жас көріну себептерін қарастырсақ, біріншіден жиі су ішу. Жеткілікті мөлшерде су ішу адам терісіне лалық беріп қорғап кетуден сақтайды. Екіншіден, макияж жиі қолданбау. Макияж қолдану тері тесіктерін бітеп, дұрыс демалуға мүмкіндік бермейді. Лурдың сөзінше, көп әрі жиі макияж жасай беру адам терісін құрғатып табиғи сұлулықтарды жояды. Үшіншіден, артық салмақ жинамау. Өз жастан жас көрінгісі келетін адамдар жаттығу залына барып фитнеспен айналысуды өмірдің ажырамас бөлігі ретінде қарастырады. Егер адам артық салмақ жинайтын болса, май денемен қатар бетке де жиналады. Жалпақ бет адамды бірнеше жылға үлкен қылып көрсетеді. Төртіншіден, пайдалы тамақтану. Донер, чикен және басқа да фастфуд түрлері артық салмақпен қатар адамның ішкі құрылыстарына өт асқазанға да зиян алып келеді. Ал көкөніс пен жемістер ас қорыту мүшелеріне жеңіл қорытылумен қатар ағзаны көптеген пайдалы витаминдермен байытады. Бұл өз кезегінде адамдағы қартаю процесін тежейді. Қазір көп жерде дәлелденгендей, адамдардың қартаю немесе өз жасынан 20-25 жас көрінуі тікелей жеген тамағына байланысты, және қартаюға ұшырамаған көптеген адамдардың басты құпиясы олар зиянды ашты және фастфудтардан бас тартып көкөністер мен жемістерді жеуінде. Сол үшін де көбіне жеміс-жидек жейтін Азия халқы Европа және Африка халықтарынан көрі әлдеқайда жас көрінеді.